Елімізде жылына 2000-ға жуық көлік өртенеді. Себебі әртүрлі. Бірі тоқтан, енді бірі газ құрылғысының ақауынан шығады. Оның барлығы жүргізушілердің қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамауынан болады. Қазір мен автокөліктерге газ құрылғысын орнататын орталықта тұрмын. Мұнда күніне 30-40 машинаға қызмет көрсетіледі. Десе де мамандар соңғы уақытта көгілдір отынның тапшылығы байқалғалы, сұраныстың азайғанын жасырмайды. 98% егесіне байланысты, егесінің қалатынысына байланысты. Амантай Жеңісбековтің көліктерді қайта жабдықтаумен айналысып жүргеніне 9 жыл. Оның айтуынша оқыс оқиғаның көбі жүргізушілердің темір тұлпарларын уақытында тексерістен өткізбегеннен болады. Осының алдын алу үшін техникалық байқау құжатына газ құрылғысының сапасын анықтайтын арнайы бөлім енгізу керек деп есептейді. Европада былай. Каждый 2 жыл сайын баллонның опрессовкасын өткізіп тұрады. Баллонды, мысалы, қысыммен тексереді, мысалға. Бізде газдың давлениесі 16 атмосфера. А олар уже заводтан шыққан кезде бұл 100 атмосфераға дейін атмосфера качать етіп, сол баллонның мықтылығын өлшеп тұрады. Сонда 2 жыл сайын баллон тексеріп тұру керек. Ал бізде ондай мүлдем жоқ Қазақстанда. Елордада көлікке газ құрылғысын орнату 150 мыңнан басталып 600 мың теңгеге дейін барады. Сұраныста италиялық, польшалық және қытайлық қондырғылар. Газ деген 19 ғасырдан бері бұл салынып келе жатқан технология. Бізге бұл кейіннен келіп жатыр. Ал Европада уже газбен машиналар абсолютно көп оларда. Дизельный либо газ, мысалы. Кореяда уже заводтан газбен шығады. Мамандар тиісті сақтық шараларын ұстанса, мұндай қондырғылардан келетін қауіп жоқ деп отыр. Дегенмен енді елімізде автокөліктерді газға ауыстыруға уақытша шектеу енгізілуі мүмкін. Бұл жайлы жүргізушілер не дейді? Ол жағы дұрыс деп ойлаймын. Өйткені барлық машина келе бермейді ғой. Оны орнататын адамның сертификаттарын да көру керек. Негізі газ арзан ғой, негізі қатаңдатпау керек қой. Менің ойым солай. Елдің бәрі қазір бензинге несіге газ қойып жүре береді ғой. Қарсылығым жоқ, любой нәрсеге. Мен өзім қоймаймын. Үлкен машина, объем үлкен болса қоюға болады газ. Менің машинам объем кішкентай, маған болмайды газ. Қатаңдатқан дұрыс қой, заң түрінде, бірақ газ болған дұрыс қой, халыққа жеңіл болады. Қазірдің өзінде 150-180 мың болып жатыр ғой. Мынандай машинаға құру. Ертең қымбаттайды қатаңдататын болса өтірік. Негізі қарсымын қатаңдатуға, иә. Энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев көліктерге газ қондыру тәртібін қатаңдату қажет деген пікірде. Себебі сұйытылған газды тұтыну көлемі 9 айда 25%-ке, яғни 250 мың тоннаға дейін өскен. В будущем, если такими темпами будет расти. Көліктерді мұндай қарқынмен газға ауыстыра беретін болсақ, келешекте газ өңдеушілер ішкі қажеттілікті қамтамасыз ете алмай қалады. Тіпті сұйытылған мұнай газын өзге елдерден тасымалдауға мәжбүр болуымыз мүмкін. Ол кезде баға мүлде басқаша болып, газға ауыстырған көліктерді бензин құю үшін қайта жабдықтауға тура келмек. Ведомство басшысының айтуынша, Теңізшевройл компаниясы ішкі нарыққа ай сайын 10 мың тонна газ жеткізеді. Ал Қазмұнайгаз болса бүкіл өнімін өз елімізде саудалап отыр. Тек сұйытылған газды кейбір аймақтарға жеткізу бойынша уақытша қиындықтар бар көрінеді. Күнделікті болып отқан жағдай болып отыр, бір айға жоқ болып отыр, былайша айтқанда. Менде чиста газ, машина, чиста газ, бензинмен жоқ қанда. Осы сияқты көліктер көп құйып беріп жатыр. Но аз, 30 литр, 20 литр. Астаналық Серік Мұқанғалиев 2000 жылдардан бері газ құрылғысы орнатылған көлік жүргізіп келеді. Ол газ орнату тәртібін қатаңдату дұрыс емес дейді. Себебі бағасы бензинге қарағанда арзан. Әсіресе алыс жол жүргенде қалтаға ауыр соқпайды. Өйткені мұндай машинамен 1000 шақырымға 10 мың теңгедей ғана шығын шығады. Ал егер жанармай құйса, бұл қашықтыққа кем дегенде 30 мың теңге жұмсалады екен. Қазір енді 6 арзан. 2000 жылдары 4 есе 5 есе арзан болған. Ешқандай иісі де шықпайды, қауіпті деп айта алмаймын. Жақсы жарылатын болса, ол бензинмен де жарылады. 8000 шақырымнан келіп отырам. Май айырбастаймыз. Содан кейін газды тексертемін. Талонмен толық құйып бере аласыз. Ешқандай шектеу жоқ па? Ал талонсыз? 30 литр. Неге бұл неге олай отыр?
Қазір елордада газдың бағасы литріне 76 теңге, бірақ оның өзі көп жерде талонмен сатылып жатыр. Салдарынан көлік жүргізушілері жанар-жағармай бекеттерінде ұзын сонар кезекте тұруға мәжбүр. Астанамен қатар Жамбыл, солтүстік Қазақстан облыстарында да сұйытылған отынға тапшылық байқалады.